Сәлем достар. Бүгін біз импульстың сақталу заңын қарастыратын боламыз. Импульстың сақталу заңын қарастырмас бұрын өткен тақырыпты еске түсірейік. Импульс дегеніміз не еді? Импульс дегеніміз қозғалыс мөлшері. Яғни қозғалысты сипаттайтын шама болып есептеледі. Импульс екіге бөлінеді. Дене импульс және күш импульс деп қарастырдық. Дене импульс деп отырғанымыз массаның жылдамдыққа көбейтіндісі. Ал күш импульсы деп отырғанымыз күш пен уақыттың көбейтіндісі. Енді біз қозғалыс мөлшері болғандықтан, қозғалыс, яғни денелердің өзара әрекеттесуін алып келеді. Денелердің өзара әрекеттесу, яғни денелердің соқтығысулары болады. Денелердің соқтығысуы екіге бөлінеді. Серпімді соқтығысу және серпімсіз соқтығысу. Біз ең әуелі серпімді соқтығысуды қарастырайық. Екі массадағы шар әр түрлі жылдамдықпен қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатыр деп қарастырайық. Бір түзудің бойында бірінші М1 массадағы шар В01 деген жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Ал екінші шарымыз М2 деген массамен В02 деген жылдамдықпен бірінші шарға қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатыр. Осы екі шар бір-бірімен соқтығысу барысында қандай да бір екі күш әсер етеді. Дельта-Т уақыт соқтығысу кезінде F1 және F2 күш соқтығысу күштерінің салдарынан шарымыз екі түрлі жылдамдыққа ие болады. Яғни екі бағытқа қарай қарама-қарсы бағытта басқаша жылдамдықты алып қозғалады. Бірінші шарымыздың жылдамдығы В1 жылдамдыққа өзгереді. Массасы М1 шарымыздың жылдамдығы В1 жылдамдыққа, ал массасы М2 шарымыздың жылдамдығы В2 жылдамдыққа өзгереді. Дельта-Т уақыттағы әсер еткен күштердің салдарынан туындайтын екі жылдамдықты В1 және В2 деп қарастырдық. Осы кездегі соқтығысу, яғни әрекеттесу кезіндегі күштерді Ньютонның үшінші заңымен қарастырамыз. Ньютонның үшінші заңы дегеніміз не еді, балалар? Ньютонның үшінші заңы дегеніміз қандай да бір әрекет етуші күшке қарама-қарсы бағытта күш бар екенін білеміз. Яғни F1 күшке қарама-қарсы бағытта F2 күш бар. Бұл Ньютонның үшінші заңы. Осы Ньютонның үшінші заңын Ньютонның екінші заңымен сипаттаймыз. Еске түсірейікші, балалар. Ньютонның екінші заңы қандай еді? Тең әрекетті күш ол масса мен үдеудің көбейтіндісіне тең. Яғни күш деп отырғанымыз ол масса мен үдеудің көбейтіндісіне тең. Үдеу деп отырғанымыз жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығы, яғни жылдамдықтың өзгерісі. Жылдамдықтың өзгерісі деп отырғанымыз соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдықты азайтамыз. В2 азайтылған В1 жылдамдық. Енді осы теңдеуді Ньютонның үшінші заңымен сәйкестендірейік. F1 және F2 күштердің шамасы бойынша өзара тең, бағыттары бойынша қарама-қарсы екен осы шар арқылы қарастырамыз. Енді әсер етуші бірінші күшті Ньютонның екінші заңы бойынша алайық. М1 массадағы шарымыз ол қандай да бір соңғы В1 жылдамдықпен қозғалды. Бастапқы жылдамдығы оның В01 болды. Соқтығысуға кеткен уақытымызды біз дельта-Т деп белгілейміз. Енді қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатқандықтан минус таңбасымен аламыз, балалар. Ұмытпаймыз. Минус М2 шар және өзгеріске ұшыраған
екінші жылдамдығынан азайтамыз. Екінші шардың бастапқы жылдамдығын азайтып, соқтығысуға кеткен уақытқа бөлеміз. Ескерте кететін жағдай, екі шар бір-бірімен соқтығысқан кезде соқтығысуға кеткен уақыт бірінші шар үшін де, екінші шар үшін де бірдей болады. Сондықтан біз теңдеуден қысқарта аламыз. Яғни дельтатылар өзара қысқара алады. Сонда бізде формуламызда қандай теңдеу, қандай өрнек шығады? М1 В1 азайтылған В01 тең болады. Минус таңбасын ұмытпаймыз. Ол бағытын білдіреді. Минус М2 В2 азайтылған бастапқы екінші шардың жылдамдығы. Яғни осы теңдеулерді біз енді ашып көрсетейік. Онда бізге М1 В1 азайтылған М1 В01 минус М2 В2 білесіздер, минус пен минус плюсті береді. Плюс М2 В02 деген теңдеуді аламыз. Осы жерден байқап отырғандарыңыздай, дененің массасы мен жылдамдығының көбейтіндісі көре аламыз. Одан бұрын біз осы теңдеудегі бастапқы жылдамдықтарын өзара сәйкестендіріп, теңдіктің бір жағына, ал соңғы жылдамдықтар мен екінші шардың соңғы жылдамдықтарын теңдіктің бір жағына жазып алайық. Ондай болса, М1 В1 минус теңдіктің сол жағына өткенде плюс болып өтетінін білеміз. Қосылған М2 В2 тең болады. Енді балақайлар, М2 В2-міз теңдіктің сол жағында қалды. Минус таңба тағы да теңдіктің оң жағына өткенде плюс болады. Яғни қосылған М1 В01. Байқап отырғандарыңыздай, масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі ол импульсті береді. Демек, бұл жердегі бірінші шардың екінші импульсы, яғни соқтығысқаннан кейінгі импульсы, ал бұл екінші шардың соқтығысқаннан кейінгі импульсінің және де екінші шардың бастапқы импульсы. Қосамыз бірінші шардың бастапқы импульсына. Бұл жерден біз нені көре аламыз? Соңғы импульстарының қосындысы мен бастапқы импульстарының қосындысын өзара тең екенін көре аламыз. Демек, тұйықталған жүйеде дене импульстары өзгергенімен, олардың бастапқы импульстарының қосындысы мен соңғы өзгергеннен кейінгі импульстарының қосындысы өзара тең болады. Яғни импульстары өзгермейді. Импульстары сақталады. Бұл импульстың сақталу заңы деп аталады. Тағы да бір қайталайық. Тұйықталған жүйеде, яғни не үшін тұйықталған жүйе деп атап отырмыз? Ол сырттан күш әсер етпесе, тек екі дене бір-бірімен әрекеттескен кезде ол тұйықталған жүйе деп аталады. Тұйықталған жүйеде дененің әрекеттескен импульстарының қосындысы, ал әрекеттескенге дейінгі импульстарының қосындысы ол әрекеттескеннен кейінгі импульстарының қосындысына тең. Бұл импульстың сақталу заңы деп аталады. Және біз осы формуланы мынау түрде жаза аламыз. Біз серпімді соқтығысуды қарастырдық. Енді серпімсіз соқтығысуды қарастырайық. Серпімсіз соқтығысуды қарастырмас бұрын мынаны ойланайықшы. Ауыр жүк көлігі мен жеңіл жүк көлігі бір-біріне соқтығысқан кезде, ауыр КамАЗ дейік, үлкен жүк көлігін, кішкентай жүк көлігін итеріп біраз жерге дейін апарғанын байқаймыз. Массасы әртүрлі жылдамдықпен келіп соқтығысқан екі дене бір бүтінге айналып, бірдей жылдамдықпен қозғала бастайды. Міне бұл серпімсіз соқтығысуға келтірілген мысал болады. Соны біз шармен де қарастыруға болады. Массасы әртүрлі екі дене қарама-қарсы бағытта қозғалып келе жатыр.
массасы М1, бастапқы жылдамдығы В01 және массасы М2, бастапқы жылдамдығы В02 болсын. Абсолютті серпімсіз соқтығысу кезінде екі дене бір бүтінге айналып, бір жылдамдықпен қозғала бастайды. Яғни абсолютті соқтығысқан екі дене бір жылдамдықты ала қозғалады. Бір бүтінге айналады. Бір жылдамдықта қозғалады. Бір бүтінге айналғандықтан олардың массалары өзара қосылады. М1 қосылған М2. Біз бұны импульс арқылы қарастырайық. Бастапқы импульстары ол М1, В01 болды. Ал М2, В02. В2 жылдамдыққа тең болады. Ал дене соқтығысқаннан кейін бірге бір бүтінге айналып қозғалғандықтан олардың массалары өзара қосылады да бір жылдамдыққа ие болады. Яғни В деген жылдамдыққа ие болады. Енді осыны біз импульс түрінде өрнектеп көрсетейік. Бірінші дененің бастапқы импульсы қосамыз екінші дененің бастапқы импульсына. Бұл жалпы дененің соңғы өзгеріс кейінгі импульсіне тең. Яғни бұл жерде де біз байқап отырғандай импульс сақталады. Яғни импульстың сақталу заңы орындалады. Дененің әрекеттескенге дейінгі импульстарының қосындысы дененің әрекеттескеннен кейінгі импульстарының қосындысына тең. Бұл импульстың сақталу заңы деп аталады. Достар, импульстың сақталу заңын қарастырдық. Келесіде біз осы импульстың сақталу заңына есептер шығаратын боламыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазып қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Сау болыңыздар.